Тұрады, кішкене тұра тұрыңдар. Мына Бүгін саған болсын бая. Шәуеш Мақсым Жүсіп молда Қаран тақырыбында үйіне түсіп сол жерде шай су ішіп отқан ғой. Араман аға барлығы жанында сол жерде қариялардың құлазар басып. Сөйлеп отқанда жаңағы Палуанқұлдың Ақтай деген аты бәйге шауып жүрген, аты жаңа шығып. Сол атын сұрапты Шәуеш Мақсым. Палуанқұл мына атыңды өзінде мал бар ғой, малдан үсірі бар, не бар, маған бер депті. Сонда Мақсым аға жасып берейін, бірақ мына Дәуітбай, Қошқаралы Дәуітбайдың айтқан шымшымасы бар екен, Айпара деген қызға, соны айтып берейін деп айтқан дейді. Сонда айтқанда Малқар есімнің Айпарасы, Тәсбих атамның қызы ғой, Айпара. Малқар есімнің Айпарасы қыз екен 17-ге келген жасы. Құдыққа суға барса, Қошқаралы Дәуітбайдың айтқан шымшымасы. Қарындас ауылында айтылар азан бар ма, көліңде бұлтаңдаған сазан бар ма? Егерде несіп етіп аулай қойсақ сазанды асып жейтін қазан бар ма депті жаңағы Қошқаралы Дәуітбай. Сонда Айпар апамыз айтады дейді. Әкем менен шешемде бір қазан бар, түбі тесік су құйса көрінбейді. Ағам менен жеңімде бір қазан бар, өздері асып пісіруге ерінбейді. Өзімде ұсталмаған бақыраш бар, саған атаңның басын ассаң да берілмейді деген екен. Мен Ақтай бере алмаймын ғой, менде мал жетеді, басқа мал береді деп айтады.